Видеоны бастамас бұрын, әдеттегідей лайк басуды, сондай-ақ менің YouTube жазылуды ұмытпаңыз. Ал біз басты кейіпкер Гатстың қалаға сапарынан басталатын анимені бастаймыз. Ол тавернаға кіріп, жергілікті сарбаздардың қызды мазақ етіп жатқанын көрді. Өзін қарақылышы деп таныстырған Гатс бұған шыдай алмай, сарбаздарды әп-сәтте атып тастады. Түнге қарай қарақылышылар жергілікті министрге жетті. Ол Густы ұстауға бұйрық берді. Бірақ қала билеушісі мұны жеке өзі жасағысы келеді. Сондықтан ол министрді өлтіріп, бүкіл қаланы өртеп жібереді. Бұл кезде Гус орманда тыныш отырды. Кенеттен оның кеудесіндегі стигма өртеніп, галлюцинация пайда бола бастады. Ол қылышшының өзінікі екенін айтты. Өртті көріп, ол жанып жатқан қалаға келді. Онда оған билеуші шабуыл жасады. Ол шайқас кезінде құбыжық кейпіне еніп, адам оны өлтіре алмайтынын айтты. Жеңу. Құбыжық оны жеңіп, оны жеуге дайын болды. Бірақ қылышшы оны қолындағы зеңбірекпен атып, содан кейін қылышпен аяқтады. Содан кейін бізді өткенге қайтарады. Жас кезінде Гат бекініске шабуыл жасаған жалдамалылар отрядында болды. Бірақ олардың алдында Басуза есімді рыцарь тұрды. Ол бір соққымен 30 жауынгерді өлтіруі мүмкін деген қауесет тарады. Бұл Гатстан басқа жалдамалылардың ешқайсысының онымен соғысқысы келмеуіне себеп болды. Базуса балтасымен дулығасын сындырып алды, бірақ оның орнына ішінен жарақат алды. Содан кейін Гат оны басынан ұрып өлтірді. Бекіністі басып алғаннан кейін шабуыл командирі оған әскерде тұрақты орын ұсынды. Бірақ Гетс оны тыңдамай кетіп қалды. Далада оны Гриффиттің отряды байқады. Оның мүшелері қылышыны тонауға болады деп шешкен тағы бір жалдамалы адам. Бірақ олар шабуыл жасаған бойда ол екеуін бірден өлтірді. Гриффит оларға көмекке өзінің ең жақсы жалдамалы әскерін Касканы жіберді, бірақ ол тіпті оны жеңе алмады. Содан кейін жасақ командирінің өзі пайда болды. Ол бір соққымен Гатсты ауыр жарақаттай алды. Оянғаннан кейін ол жалдамалы лагерде екенін түсінді. Гриффит оған жақындап, қылышын беріп, соңынан еруін өтінді. Гриффит Гатсты өз бөлімшесінде жауынгер ретінде көргісі келетінін айтты. Бірақ ол одан бас тартып, дуэль өткізуді ұсынады. Егер Гатс жеңсе, ол Гриффитті ұрады. Ал егер керісінше болса, ол онымен бәрін жасай алады. Қысқа шайқас кезінде Гат өзінің алдында өзінен бірнеше есе күшті және тәжірибелі жауынгер тұрғанын түсіне бастады. Төбеден құлап, төбелес басталды. Оның барысында Гриффит Густың қолынан ұстап, оны жеңілгенін мойындауға мәжбүр етті. Түнде ол өзінің жекпе-жегі туралы ойланып жатқанда, кенеттен оған қастандық жасалып жатқанын естіді. Оны Гатсты тонамақ болған корпус дайындап жатқан. Олар шабуыл жасауға дайын еді. Бірақ Каска араша түсіп, оларды қуып жіберді. Келесі түні Гриффиттің сұңқар отряды деп аталатын бөлімшесі жау лагеріне шабуыл жасауға дайындалып жатыр. Командир өз жоспарын айтып, тылды қорғау үшін Гатсты қояды. Каска гауға осындай маңызды рөл берілгенін түсінді. Өйткені командир оған сенеді. Жасақ лагерге сәтті жетіп, өрт қойды. Жау отряды Гатсты қуып жетуге аттанды, және ол оларды өзімен бірге алып кетуге шешім қабылдады. Ұрыс кезінде қуғыншылар оның атын жарақаттап алды. Бұл оның осал болуына себеп болды. Бірақ Гриффит оны өлімнен құтқарды. Ол оған атына көтерілуге көмектесті және бекіністерді айдап әкетті. Онда қуғыншылар отрядтың қалған мүшелерін зеңбіректермен бірге күтіп тұрды. Жаудың шабуылына тойтарыс бергеннен кейін жасақ олардың командасына біртіндеп қосыла бастаған жаңадан келген адамның құрметіне дастархан жайып жатыр. Таңертең Газ Гриффитке жақындап, оны жуып жатқан жерінен ұстап алады. Оның барлық назары алқада. Гриффит бұл бифилит екенін және оны алған адам өзінің еті мен қанын беру арқылы әлемді басқаруға арналғанын айтады. Содан кейін жасақ басқа қамалға шабуыл жасайды. Ұрыс кезінде Газ өзінің алғашқы шабуылы мен асырап алған әкесі Гамбина туралы ойлайды. Рейдтердің бірінде Гамбина ауыр жарақат алып, төбесінен шығып кетті. Бұл оның асырап алған ұлына түнде шабуыл жасауына себеп болды. Өзін қорғауға тырысып, Гат өгей әкесін өз еркімен өлтіреді. Отряд мүшелері палатаға баса көктеп кіріп, бұл үшін оны өлтіруді шешпейді. Бірақ ол атпен қашып үлгереді. Ал құлыпты басып алғаннан кейін Гатс жоғарылатылып, оны соққы жасағының командирі етіп тағайындады. Осы оқиғалардан кейін 3 жыл өтті. Сұңқардың отряды одан сайын күшейе түсті. Олар қазір Гриффитті рыцарь ететін Мидленд короліне қызмет етуде. Бұған жергілікті командирлер қатты наразы. Бірақ олар Сұңқар отрядынсыз жеңе алмайтындарын түсінеді. Салтанатты рәсімнен кейін оларға жаңа тапсырма беріледі. Жаудың керек жарақ қоймасын басып алу. Оны рыцарь Дон қорғайды. Ол Гриффиттің бөлімшесі қоймаға кірген кезде қашып кетеді. Бірақ ол тұзақты дайындап үлгерді. Қойма жарылғыш заттарға толы болды. Олар шегінуге бейім болды. Бірақ мұндай қондырғыға қарамастан, Сұңқар отрядында ешкім зардап шеккен жоқ. Кешке Мадон өзінің бастығы генерал Басконға Сұңқар отрядын жоя алғанын хабарлайды. Бірақ генерал оның сөздеріндегі өтірікті мойындады. Сондықтан оны кері жібереді. Осы уақытта патша маңызды тапсырмаға, атап айтқанда қамалды басып алуға жасақ жібермекші. Бірақ бұған қазір Гриффитті өлтіру жоспарын құрып жатқан әскери басшылар наразы. Густың соққы жасағы негізгі мұнараны қоршауға алады. Бірақ жау жағында күшті жауынгер Зотносферату соғысады. Ол жеңілді деп есептелді. Онымен шайқасқа Гус отрядының 50 жауынгері аттанды, бірақ ешкім қайтып оралмады. Сондықтан ол өзі сол жерге баруды шешті. Мұнараға кірген Гус бұл жауынгерді тауып алып, бірден ұрысқа кіріседі. Сферада Гус кездескен ең күшті жау болып шығады және оны өлтіру үшін оның ұзын жүзін толық пайдалану керек. Осының арқасында ол құбыжықтың қылышын сындырып, оны қатты жарақаттай алды. Бірақ ол күшті түрге айналады. Қазір тіпті Газ оған ештеңе істей алмайды және қазірдің өзінде бар күшін жоғалтады. Бірақ соңғы сәтте Гриффит араласып кетті. Ал оның арбалеттері құбыжықтың назарын өзіне аударды. Гриффит Гусқа қарай асығады және тек бірге олар құбыжықты бір қолынан айыра алады. Бірақ бұл да жеткіліксіз болды. Сферада ол Гриффитті аяқтауға дайын болды.
Бірақ Бихелитті көргенде құбыжықтар жоспарларын өзгертті. Ол Гусқа бұрылып, оның болашағын болжайды. Егер Гриффит өз мақсатына жете алмаса, Гус өлуге дайын болады. Және бұл сөздерден кейін құбыжық ұшып кетеді. Қамал басып алынды. Бұл король Гриффитті жоғарылатқысы келеді. Емделіп болғаннан кейін Гриффит Угатстан олардың қалай құтқарылғанын сұрайды. Бұл қылышы Фелитке нұсқайды. Ол пайғамбарлық туралы айтқан жоқ. Оның орнына Гат оның арам ниетін түсінуге тырысып, оны 3 жыл бұрын неге құтқарғанын сұрайды. Бірақ ешқандай себеп болған жоқ. Гриффит оны қалағандықтан құтқарды. Олардың әңгімесін патша үзіп тастайды. Ол сұңқар отрядының әскери қолбасшыларға ұнамайтынын, бірақ олардың барлығы қарапайым адамдар болғандықтан екенін ашық айтады. Бірақ патшаның өзі бұл мәселені көрмейді. Өйткені олардың отряды патшаға қарағанда әлдеқайда жақсы жұмыс істейді. Келесі күні ол сарбаздарға қазір олар тұрған бекіністің алынбайтынын түсіндіреді. Өйткені оған кірудің жалғыз жолы көптеген сарбаздар бар тар көпір. Және дәл осы бекіністі сұңқар отряды басып алу керек. Гус перкуссиялық отрядының мүшелері арқандарды пайдаланып, жылқыларды өзеннен өткізіп жіберді. Енді бекініске шабуыл жасау үшін мен бұл көпірге кіруім керек. Ал сұңқар отрядының қалған мүшелері төбеге шығып, назар аударды. Ал Донбыл барлық күзетшілерді көпірге апаратын тұзақ екенін түсінді. Сондықтан ол оларды елемеуді бұйырды. Сол кезде ол тылдан кіріп, бас қолбасшының да қазір келетінін және олардың командиріне жолдауы бар екенін айтты. Жоспар сәтті орындалды және қақпалар ашылды. Содан кейін орманнан негізгі соққы жасаға қашып кетті. Ешкім Гатты алдамшы деп ойламағандықтан ол және оның командасы көпірді тазалап, Гриффитке шабуыл туралы белгі берді. Ал Дон жеңілгенін түсінді. Сондықтан ол қайтадан қашып кетті. Бұл тағы бір бекіністің басып алынғанын білдіреді. Осындай сәтті операциядан кейін Гриффит граф мәртебесін алады. Бірақ бұл патшаның інісі Юлиге ұнамады. Ол үшін соңғы сабан көктемгі аң аулау кезінде патшаның еріп жүретін отрядының ауысуы болды. Юлидің отрядының орнына сұңқар отряды еріп жүретін болады. Сол кезде Юли Гриффитті өлтіруге шешім қабылдады. Оның Фос есімді кеңесшісі жебенің жебелері аңшылықта жиі ұшуы мүмкін екенін және осындай жебелердің бірін уландырған дұрыс екенін айтты. Аң аулау кезінде Гриффит ханшайым Шарлотаның бұл жерде болғанды ұнатпайтынын байқайды. Сондықтан ол онымен сөйлесуді шешеді. Әңгімелесу кезінде жабайы қабан бұталардан қашып кетеді. Ол ханшайымның атын қорқытып, орманға қашып кетеді. Гриффит оның артынан қуа бастайды, ал оның артынан жалдамалы өлтіруші келеді. Ол ханшайымның жылқысын тыныштандыруды тоқтату үшін лошади түсіп кетті. Содан кейін оны өлтіруші атып өлтірді. Кем дегенде жалдамалы адам осылай ойлады. Шын мәнінде жебе сауыт сайманды тесіп өткенімен оны Бихелит тоқтатты. Гриффит мұның қастандық екенін түсінді. Енді оның артында кім тұрғанын анықтау оған және отрядқа байланысты. Күдік Юлусқа түсті. Өйткені ол өте жақын жерде көрінді және болып жатқанның бәрін бақылап отырды. Содан кейін Гриффит Густан патшаның ағасын өлтіруді сұрайды. Ол жебеде қандай у бар екенін анықтады. Мұндай у өте қымбат және сирек кездеседі. Сондықтан қарапайым өлтіруші оны ала алмайды. Ол сондай-ақ бәрін білу үшін қызметшісіне пара берді. Гус ұлын жаттықтырып жатқан Юлиге тыңшылық жасай бастайды. Жаттығудан кейін әкесі өз бөлмелеріне барды. Содан кейін Гус сол жерге келді. Юлидің қылышын алуға да уақыты болмады. Өйткені ол өлтірілді. Дәл осы сәтте олардың қасына ұлы келеді. Гат куәгерден кете алмады. Сондықтан онымен де айналысады. Бұл кезде Гриффит допта болды. Гат оны Шарлотамен әңгімелесу кезінде кездестіреді. Ол оған өз отрядының арасында достары жоқ екенін айтады. Өйткені олардың барлығы оның арманына сүйенеді. Оның досы бола алатын адамның өз арманы болуы керек. Ол үшін өмір сүру керек. Бұл сөздерді ренжіткен Гетс оларды естиді. Осы кезде қызметші қыз ханшайым Гриффиттің әңгімесіне кіріп, Юли мен оның ұлының қайтыс болғаны туралы хабарлайды. Келесі күні Гриффит жаңа миссияға Мадонна отрядымен шайқасқа аттанады. Ол кетер алдында ханшайым оған бойтұмар Құдайдың тасын береді. Бұл оның жанашырлығын көрсетеді. Осыдан кейін анасы оған ханшайымның сөйлесе алмайтынын, тіпті қарапайым адамдарға бірдеңе сыйлай алмайтынын айтып, қатаң ескерту жасайды. Оқиға орнына жеткенде ұрыс басталды. Каске Самадонға мініп, әйелді ешқашан рыцарь деп санауға болмайтынын, сондықтан оны өлтіргісі келетінін айтты. Ұрыс кезінде Каска бұрышта қалып, Адон оны өлтірмекші болды, бірақ бұл жерде Гетс араласады. Ол бір соққымен оның қатты соққысын тойтарып, дулығасын сындырып, лошади лақтырып жіберді. Қарсыласта енді күш жоқ деп ойлап, дулығаға жауап береді де, сол сәтте жебені алады. Онымен бірге ол суға құлады. Жарақат өлімге әкелмеді. Сондықтан оны жағаға шығарып, жасанды тыныс алу арқылы тірілтті. Бірақ дене қызуының көтерілуіне байланысты ол ешқашан оянбады. Жаңбыр жауа бастағандықтан Гат отрядқа орала алмады. Сондықтан олар үңгірде түнеді. Оянып, Гат неге сұңқар отрядына аяқ басқанын сұрайды. Оған Каска өз тарихын айта бастады. Ол дворян өтіп бара жатқан шалғайдағы және кедей ауылда дүниеге келген. Ол дулығаны жақсы көрді. Сондықтан оның отбасына бақытты өмір сүруге уәде беріп, оны өзінің қызметшісі етуді ұсынды. Бірақ ол оны өзінің құлы ету үшін сатып алғаны белгілі болды. Алайда соңғы сәтте Гриффит араша түсті. Ол дулығаға дворянды өлтіру үшін қолданған қылышын берді. Содан кейін ол оның отрядына қосылғысы келді. Содан кейін сұңқар отряды жергілікті билеуші губернатор Геном бастаған аумақтық қақтығысқа араласты. Оның беделі нашар болды. Өйткені ол балаларды қызметші етіп алды.
бірақ іс жүзінде оларды құл ретінде пайдаланды. Касканың айтуынша, бір жекпе-жектен кейін Гриффит губернатормен бірге түнеген. Ол командирінен неге бұлай істегенін сұрады. Мұның себебі қарапайым болып шықты. Гриффитке әскерді ұстап тұру үшін ақша керек болды. Каска сондай-ақ оның осы уақыт бойы неліктен ашуланғанын айтады. Олардың алғашқы кездесуі кезінде Гриффит басқа ешкімді шақырмаған кезде оның жасаққа қосылуын талап етті. Түнде Касли мен Гус өз командасын іздеу үшін жолға шықты. Олардың отрядымен бірге алақандарын кесіп тастады. Оның айтуынша, қылышы ол үшін үлкен проблемаға айналды. Сондықтан ол қалған отрядын оларға бағыттады. Бірақ бұл Гус пен Касканы тоқтата алмады. Сондықтан Адон ағасы Самсонды шақырды. Оның қаруы тіпті бөренелерді сындыруға қабілетті. Ал оның сауыты басқа сарбаздарға қарағанда 3 есе қалың. Газ қылышының көмегімен жаудың қаруын тойтарып бастайды. Ол қысыммен ақырында сынып қалады. Жаудың екі қаруы да қылышы оны өлтіреді. Содан кейін Каскаға оны тастап қашып кетуін айтады. Өйткені ол ауырып соғыса алмайды. Газ бүкіл отрядты өзіне қаратқанына қарамастан, бірнеше сарбаз Касканы алуға кетті. Олар оны ұстап алып, көңіл көтергісі келмеді. Бірақ соңғы сәтте ол солдаттың көзіне бұтақ салып, қашып құтыла алды. Сәттілікке орай, ол өзін құтқарып жатқан отрядына тап болады. Осы уақыт ішінде Гус таң атқанша бірге соғысқан Адон жауынгерлерімен күресті жалғастыруда. Оны әрең тірідей тауып алып, бірден лагерге алып кетті. Кешке Гриффиттің сенімді адамы Дзюдо Каскаға бәрін айтады білу оны және Густы іздеуге қарсы болды. Бірақ Гриффит оларды іздеуді талап етіп, олар оның отрядының ең маңызды мүшелері екенін айтты. Сондай-ақ, Джудо өзінің өте сирек кездесетін және қымбат дәрі-дәрмегін Гусқа қажет деп айтады. Осыдан кейін Гус оның жүздеген сарбаздармен шайқасуы Намен Гриффиттің отряды үшін жасаған әрекетімен салыстырғанда ештеңе емес екенін айтады. Ол бөлімшедегі әрбір адамның өз мақсаты бар екенін, бірақ бұл мақсаттардың барлығы Гус үшін жат екенін дәлелдеді. Ол өмірден не қалайтынын білмейді және жақын арада олардың отрядын тастап, әрі қарай жүруі мүмкін. Гриффит әскери жиналыстан оралды. Онда король Генонға тиесілі құлыпты басып алу үшін отряд алды. Оны ақ жолбарыс рыцарлары қоршауға алды және бұл ең күшті әскерлердің бірі болды. Бірақ олар ешқашан табысқа жете алмады және қамал әскерлерінен жеңілді. Осы уақытта Дон оны қызметінен айырады. Содан кейін генерал Боскон Генонға барады. Олар жақын арада сұңқар отрядымен соғысатынын айтып, оған рифтке тірідей қажет екенін айтты. Шайқас күні келді. Гриффит өзінің 5000 әскерін екі формацияға бөлді. Жоспар бойынша Гац басқарған бірінші құрам жау әскеріне қысылып, оның командирлері оны бөліп тастауы керек еді. Шайқас кезінде губернатор Босконның оның бұйрығына бағынбай, Гриффитті өлтіруі мүмкін екенін түсінеді. Сондықтан ол жеке өзі командалық ету үшін ұрыс даласына аттанбақ. Қамал әскерінің бір бөлігін жойып жібергеннен кейін, Гриффит шегінуге және қайта жиналуға бұйрық берді. Боскон оның жоспарын жүзеге асырды және оны қуғысы келмеді. Бірақ содан кейін Геноны араласады. Ол команданы өз қолына алады. Содан кейін ол тағы да Гриффитті тірідей жеткізіп, оның отрядын қууға бұйрық береді. Бүкіл әскер Гриффиттің артынан қуып, қамалды күзетсіз қалдырды. Бұл мүмкіндікті Каска басқарған екінші формация пайдаланды. Ол құлыпқа қарсылықсыз дерлік кіре алды. Тұтқындау кезінде Каска Адонмен қайта кездеседі. Ол қызметінен босатылғанына қарамастан, отрядты басқарып, екінші құраманы қоршауға алды. Қамалдағы шайқас басталды. Нәтижесінде Каска Адонды тығырыққа тірей алды. Өйткені мен бұған дейін мұны істей алмадым. Өйткені мен сәлем айтпадым. Өзінің үмітсіздігін түсінген бұрынғы командир қателіктерін мойындап, мейірімділік сұрай бастады. Каска күзетшісін босатты. Ол оны пайдаланып, оны арбалетпен атып тастады. Ал Дон оны бұрышқа итеріп жіберді. Бірақ Каска оны жұлып алып, найзаның соққысынан жалтарып үлгерді. Содан кейін ол оның бетін кесіп тастады. Бұл кезде қамал қабырғаларының сыртында бірінші формация негізгі армиямен соғысып жатыр. Лорд көптеген сарбаздармен соғысады. Бірақ оның алдында генерал Боскон пайда болады. Екі қабатты шайқас басталады. Бүкіл шайқас Гацтың қаруының аянышты жағдайын қиындатты. Өйткені оның қылышы әбден тозған. Осы сәтте ол ешқашан өлімге жақын болмағанын түсінеді. Газу генералды жақсы қарусыз жеңе алмайтынын түсінген, Зод оған қылышын лақтырады. Бұл бүкіл шайқастың нәтижесін анықтайды. Генерал қайтыс болғаннан кейін, Генон ақыры оның сарайының басып алынғанын және оның сарбаздарының екі жағынан қоршалғанын көрді. Қамалдың бүкіл әскері қашып, губернаторын тастап, Гриффитке жақындап, оны өлтірді. Мидлендте жоғары шенділер Гриффиттің қамалды басып алғаны туралы білді. Ол енді генерал лауазымына көтерілуі мүмкін. Бұл әрекетті қайталауға себеп болды. Гриффитті улау туралы шешім қабылданды. Оны Фос кеңесшісі басқарды және патшайымның өзі қолдады. Гриффиттің отряды Мидлендке оралды. Онда халық оларды батыр ретінде қарсы алды. Сол кезде патшайым мен Фос оны улауды жоспарлаған бүгінгі кешке дайындалып жатқан болатын. Ұпай жинау кезінде Каска Густан неге келгенін сұрайды. Өйткені ол бұрын ұпайларды жіберіп алған. Оған семсерші Гриффиттің болашақта не істейтінін көргісі келетінін айтты. Сол кезде Каска Гетстің олардың бөлімшесінен кеткісі келетінін түсінеді. Қалыпты сөйлесуге үлгермей жатып, патша өз сөзімен келеді. Ол сұңқар отрядына ақ рыцарь атағын бермекші болады. Ал Гриффиттің өзі граф және Мидлендтің барлық әскерлерінің қолбасшысы болып тағайындалады. Сөйлегеннен кейін Фос және басқа қастандық жасаушылар өз жоспарларын жүзеге асырмақшы. Олар уды шарапқа қосты. Ал қастандық жасаушылардың бірі қызметші кейпіне еніп, Гриффитке сусын ұсынды. Патша тост айтты. Содан кейін Гриффит құлап өлді. Ұпай аяқталғаннан кейін алдыңғы қызметші патшалықтан орманға қарай жүгірді. Оны Гац күтіп тұрды. Ал Гриффиттің өліміне жауапты барлық адамдар табысты тойлау үшін капеллаға жиналды. Қастандыққа қатысушылар, егер алдыңғы қызметші олардың есімдерін атаса ше деп ойлады.
Бұл Фостың айтуынша, ол қазірдің өзінде шешілген. Содан кейін ол капелладан кетеді. Біраз уақыттан кейін олардың астындағы еден темекі шеге бастады. Біреу капелланы өртеп жіберді және барлық қастандық жасаушылар тұзаққа түсті. Патшайым терезеге қарай жүгіріп шығып, Гриффиттің көшеде тұрғанын көрді. Ол шараптың орнына адамды өлімге ұқсас күйге келтіретін арнайы тұнбаны ішкені белгілі болды. Сондықтан оның тірі екенін дәрігер де түсінбеді. Осыдан кейін Гриффитке хабарласып, оның қастандық туралы қалай білгенін сұрайды. Бірақ Гриффит нақты ештеңе білмеді. Олардың алғашқы кездесуі кезінде Гриффит кеңесшінің оған жау болатынын түсінді. Сақтандыру ретінде Гриффит кеңесшінің қызын кепілге алу үшін жалдамаларды жалдады. Оны Гетс шешті. Осыдан кейін екеуі де өз бөлімшелеріне оралды. Ал келесі күні патшайымды жерлеу рәсімі өтті. Қыста таңертең ерте Гус сұңқар отрядынан шығады. Мұны Каска байқап қалып, артынан жүгіреді. Гриффиттің қандай жетістіктерге жететінін көргісі келсе де, ол басқа біреудің арманында өмір сүргісі келмейді. Оларға Джеда мен Корпус келеді. Олар онымен бірге тавернаға барлығын талқылау үшін барады. Ал Каска Гриффитке қоңырау шалуды шешеді. Газ оларға бала кезінде өгей әкесін қалай өлтіргені және осы сәттен бастап ұрыстан басқа ештеңе үйренуге тырыспағаны туралы өзінің шағын тарихын айтып береді. Гад Гриффитпен тең болғысы келеді. Атап айтқанда, бір нәрсеге өзі қол жеткізгісі келеді. Корпус оны түсінбейді. Өйткені оның айтуынша, өмірде әрқашан ымыраға келуге тура келеді. Содан кейін ол кетіп қалады. Ал Джудо өз тарихын айтып береді. Бала кезінен ол қанжарлар мен қылыштарды меңгеру қабілетін шыңдаған. Сондықтан ол қазір оларды отрядта ең жақсы меңгерген, бірақ басқа ештеңе үйрене алмаған. Ол Гриффиттің соңынан ерді. Өйткені ол оны өзінің көшбасшысы ретінде көрді және өзін қандай да бір ерекше адам ретінде көрмеу үшін. Осы сөздерден кейін Дзюдо Густы шығарып салуды ұйғарады. Қаладан шыққан кезде оларды Каска, Пипин, Корпус және Рикард қарсы алады. Олардың барлығы Густы шығарып салуға келді. Бірақ Гриффит сол кезде араласады. Ол қылышыға жоғалтқан жекпе-жегі үшін Газдың өзінікі екенін, енді олармен күресу керек екенін еске салады. Шайқас алдында Газ олардың жекпе-жегі олардың бір-біріне қаншалықты қымбат екенін көрсететінін түсінеді. Гриффит Гадтың төбелескісі келмейтінін көреді, бірақ оны жай ғана жібере алмайды. Бұл жекпе-жекті құрмет ретінде қабылдады. Ал Гриффит оны өзімен бірге ұстауға немесе өлтіруге дайын болды. Шайқастың нәтижесі бірден шешілді. Гриффиттің қылышын бір соққымен сындырды. Содан кейін ол қоштасып кетіп қалды. Гриффит бұған дайын емес еді. Бұл жеңіліс оған қатты тиді. Сондықтан ол ханшайымның тыныштығына келіп, онымен бірге түнеді. Мұны бір қызметші байқап қалып, күзетшілерді шақырды. Бұл күні Гриффит қызметінен босатылып, азаптауға сотталды. Гад қалаларды аралап, турнирлерге қатысты. Солардың бірінен кейін ол жаңа қылыш жасаған темір ұстасын көруге бел буды. Темір ұстасының айтуынша, доп оның иесінің кім екенін және кіммен соғысып жатқанын анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін. Гадстың қылышы туралы оны тағдырын көрмеген адам ұстап тұр деп айтуға болады. Ол біраз уақыт Гаддомен бірге өмір сүрді. Өзінің жауынгерлік шеберлігін шыңдады. Сонымен бірге оның тағдырын көрмеген адам туралы айтқан сөздері туралы ойлады. Гад неліктен бір жыл бұрын темір ұстасы болып жұмыс істегенін сұрайды. Ол мұны істеп жатыр. Өйткені ол басқа кәсіпті білмей, өмір бойы өз ісінің үздігі болғысы келді. Бірақ ол кезде ол қарт адам еді. Бір жыл жаттығып, темір ұстасының қасында өмір сүргеннен кейін Газ одан әрі жөнелтіледі. Бірақ кетер алдында темір ұстасына хабаршы келеді. Ол тауда жасырынған қарақшылар туралы айтып, олардың командирі Каска екенін айтады. Гад бірден оларды іздеуге кетті. Ол лагерге мол аңшылар шабуыл жасап, олардың шабуылын тойтаруға көмектескен кезде келді. Дзюдо Гауға сол күн туралы айтып береді. Олар Гриффитті күтіп тұрғанда, кенеттен Мидленд әскері оларға шабуыл жасады. Мұның бәрі Гриффитке опасыздық жасады деген айып тағылғандықтан болды. Дзюдо оны тұтқыннан босатуды жоспарлағанын және оларға газ қосылғаны үлкен жетістік екенін айтады. Бұл кезде Гриффит үнемі азапталатын. Жазалаушы патша Гриффитті тағы 3 жыл тірі қалдыруды қатаң түрде бұйырғанын, содан кейін ол тұтқын Бихелитті жұлып алып, оны қуып жібергенін айтады. Ка оған шабуыл жасайтын лагерден алыстап бара жатыр. Каска оны барлық қиыншылықтар үшін кінәлайды. Өйткені командир онсыз әрі қарай жүре алады. Мұны естіген Гус соққыны жіберіп алып, жарақат алды. Оны жаралағаннан кейін ғана Каска оның еш нәрсеге кінәлі емес екенін түсінді. Ал Гриффитян осы уақыт бойы ханшайымның жүрегі арқылы таққа отырғысы келді. Бірақ бұл оған төзгісіз болды. Өйткені Каска оны жақсы көрді. Бірақ оның бірге болу тағдыры жоқ екенін түсінді. Ол жартастың шетіне барып, шаршағанын және секіргенін айтты. Бірақ Гус оны құтқарып үлгерді. Келесі күні ол Гриффитті босатып, бөлімшені аяғына тұрғызатынын айтты. Содан кейін олар командирді құтқару үшін жолға шықты. Гриффит аян алды. Онда ол өзінің қандас туысы екенін білдіретін қара силуеттерді көрді. Түнде Риккерд науқастар мен жаралыларға су алу үшін көлге барды. Кенеттен ол ертегіні көрді. Содан кейін ол отрядтың айқайын естіді. Сол жерге жүгіріп келіп, ол бүкіл лагердің қаңырап бос қалғанын және отрядтың соңғы мүшелерін құбыжықтар жеп жатқанын көрді. Сол кезде батыр зиратқа жасырын өткелге келді. Зындан мұнарасына келгенде жасақ сарбаздармен шешініп Гриффитке қарай түседі. Онда олар әрең тірі денені тапты. Оның сіңірі кесіліп, тілі кесілді. Камераның есігін барлық күзетшілерді осында шақырған жазалаушы жауып тастады. Бұл есік кәдімгі есіктерге қарағанда 4 есе дәлірек, бірақ тіпті қылышымен емес. Бір соққымен жазалаушыны пышақтап өлтіргендей. Енді оларға Гриффитпен бірге жекпе-жекті бұзу ғана қалды. Нәтижесінде олар арба күтіп тұрған осы зиратқа жасырын жолмен жетіп үлгерді. Бірақ күзетшілер олардың соңынан еріп үлгерді. Патшаның әскері оларды қуып жете бастады. Бірақ алдын ала дайындалған садақшылар сарбаздар санын азайта алды. Бірақ бұл жеткіліксіз болды. Армия қолбасшысы Гриффитті алып, оның шаршаған денесін барлығына көрсетті. Ол Гриффит енді ешқашан ұрысқа қатыса алмайтынын айта бастады. Бірақ оны Гус бірден өлтірді. Әскермен шайқасқаннан кейін жасақ бұдан әрі не істерін білмей далаға тоқтады. Олардың барлығы Гриффитті қайтарғаннан кейін бәрі
бәрі бұрынғыдай болады деп үміттенді. Гат Джедомен сөйлесіп жатқанда, ол отрядқа көмектесіп, Гриффитті құтқарғысы келетінін айтады. Бірақ содан кейін ол қайтадан өз жолын іздеуге кетеді. Осы кезде оған шабуыл жасағының бұрынғы мүшелері келеді. Ол Мига бұрын бұйырған және оларды өзімен бірге алып кетуді сұрайды. Енді ғана Гетс өзінің осы уақыт бойы қателескенін түсінді. Оның өмір бойы іздегені, ол тастап кеткен жасақ, бірақ ол мұны бәрінен айырылған кезде түсінді. Түсінде Гриффит тағы бір аян көрді. Онда ол өзінің арманына ақ қамалға нұсқап, аман есен өзін көрді. Содан кейін ол өзін бала кезінде қамалға қарай жүгіріп бара жатқанын көреді. Гриффит есін жиып, арбасын қуып жібереді, бірақ арба тасқа соғылып, аударылып қалады. Ол тағы бір түс көреді. Онда ол әйелі Каска мен олардың ұлы Густың артында үстел басында отырады. Ақыры Гриффит есін жиып, өз өмірін қиюды шешіп жатыр. Бірақ суда ол екі хелитті де тауып алады. Бүкіл отряд оған қарай ұмтылды, бірақ сол сәтте тұтылу басталып, айналада әртүрлі құбыжықтар пайда бола бастады. Оған қарай жүгіреді және осы сәтте бехелит іске қосылады. Содан кейін бүкіл жер мен аспан қанды жүздермен жабылады. Каска бүкіл отрядқа жауынгерлік құрамада тұруды бұйырады. Дәл осы сәтте құбыжықтар мереке тұтылу кезінде келді. Енді 4 қорғаушы періште пайда болады, дейді. Ал бехелитке ие болған сәтте, ол 5-ші періште болуға құқылы болды. Сондай-ақ, бұрын барлық жындар бехелитті қолдануға тырысқан адамдар болған. Бірақ Гриффит періштелердің бірі болуы үшін сұңқар отряды болатын құрбандық қажет. Гриффиттің таңдауы бар. Ол құдай болу үшін оларды құрбан ете алады, немесе бас тарта алады және бәрі бұрынғыдай қалады. Ол аянды қайта көреді. Онда ол кішкентай бала ретінде өзінің арманына достарымен бірге Ақ сарайға жүгіреді. Бірақ әйтеуір олар еш жерде жоқ. Ол адасып, әжесінен жол сұрады. Ол оған дұрыс жолды көрсетті. Бірақ ол келгенде оның алдында құлып жоқ. Құлыптың орнына мәйіттер тауы бар еді. Ал әжесі бұл оның арманына жетудің жалғыз жолы екенін айтты. Ол өз арманы үшін күрескендер арқылы немесе олармен бірге жүру керек. Осы сөздерден кейін әжесі өліммен жараланған досына нұсқайды. Содан кейін ол ұзақ уақыт бойы қаза тапқан отрядтың қалған мүшелерін көреді. Бір жағынан Гриффит бәрін өлтірді. Өйткені оның арманы болмаса, олар ұрыс кезінде құлап қалмас еді. Әжесінің айтуынша, ол қазірдің өзінде көп нәрсені бастан өткерді. Бірақ оның арманы үшін әлі де көп нәрсе істеу керек. Ал егер ол қайтып оралғысы келсе, ол қазірдің өзінде қайтыс болғандардың қасында болады. Гриффит өзінің жағдайын түсініп, шешім қабылдайды. Ол өзінің бүкіл отрядын құрбан етеді. Содан кейін оны жүздері жұтып қояды. Отрядтың барлық мүшелері құбыжықтар үшін белгі ретінде қызмет ететін стигманы алады. Газ оны құтқару үшін беттерін сындырып, Гриффитке баруға тырысты, бірақ ол өзінің реинкарнациясын бастады. Бұл арада Пипин құбыжықтардың назарын өзіне аударып, өзін құрбан етеді. Ал Дзюдо дулығасын алып, оны алып кетуге тырысады. Бірақ олардың жылқысы тұзаққа түсіп, Дзюдо өлтіріледі. Құбыжықтар дулығаны қоршап алып, өлтірер алдында оның үстінде көңіл көтеруге жиналады. Соңғы тірі қалғаны Гатс. Ол күресуді жалғастыруда, бірақ оны да қоршап алып, қолынан ұстап алды. Құбыжықтар Ягатса дулығасын өлтіруге дайын болды. Бірақ дәл осы сәтте Гриффит өзінің туған күнін аяқтап, олардың алдында жаңа кейіпте пайда болды. Ал ертең бір күні білсек, ары қарай не болатынын білеміз. Әзірше лайк басуды және менің YouTube жазылуды ұмытпаңыз. Комментарийге арманыңыз қандай екенін жазыңыз. Бірақ келесі видеода кездескенше. Мен музыкант, я твою мать! Я музыкант,